Астанада өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары шетелдік блогерлердің назарында. Туризм тақырыбында қалам тербейтін контент дайындайтын 11 инфлюенсер әлемнің 8 елінен келді. Олардың арасында 2 миллионға жуық оқырманы бар малайзиялық актриса әрі блогер Нұр Рухайни Фарея да бар. Вьетнам, Италия, Таиланд, Қытай, Оман, Түркия, Әзербайжан және Қырғызстандық қонақтар дүбірлі доданың ерекшеліктерімен етене танысты. Оларға ұйымдастырушылар көшпенділер ойындарының артықшылықтарын және сайыс түрлерін түсіндірді. Алыс жақын шетелдерден келген меймандар асық ойнап, садақа атысып таяқ тартысты. Әлем елдерін аралап, аудиторияма таңғажайып ақпараттарды ұсынамын. Осы іспен айналысып жүргеніме 15 жыл болды. Көшпенділер ойындарының ішінде құсбегілік қатты ұнады. Бір спорт түрін ғана тамашалауға мүмкіндігің бар десе, ойланбастан құсбегілікті таңдар едім. Маған садақ ату, таяқ тартыс қатты ұнады. Таяқ тартыс деген ойынның бар екенін бұрын соңды білмегем. Ал садақ ату біздің Малайзияда да дамыған. Бізде ат үстінде тұрып садақпен ататын ойын бар.